Қайырлы күн. Мындай блендердің несі айналмай қалды мынаусы. Негізі механический былай етсең айналады ол. Бірақ нагрузка түскенде айналмайды. Оның себебі мынаның ішінде шестеренка болады. Соның тісі кетіп қалған, темір киліп тұрады мына. Оны не істеу үшін, ашу үшін бірінші мына ақырын сорсаңыз шығады мынау. Енді жалына да ағытып қойғам енді. Сіздерге көрсету үшін неде тұрады, тартсаңыздар шығады. Екіншісі мынау. Мынау негіз мындай алынбау керек. Шестеренка келіп тұру керек. Ең главный мына жер бұл клейленген, алынбайды. Оны ашу үшін мындай ыдысқа ыстық су қайнатып қоясыздар. Бір 5-10 минут сап қоясыз. 5-10 минут сап қойғаннан кейін алып, мына жерінде сызығы бар, пышақпен қаттырақ басып, кішкене қозғап, басып, кішкене қозғап, етсеңіз ашылады. Соң ашқасын ақырын бүйтіп қозғап отырып, бүйтіп ашып аласыз. Мынандай шестеренка шығады. Мынаның іші енді майға батып, дат басып болады. Мынаның іші таза екен, менікі. Главный мәселе мына шестеренка. Бұл шестеренка мына егер трещина беріп жарылып кетеді, содан кейін мынау кеңіп кетеді. Міне мынау. Мынаған келіп тұру керек қой. Мынау бүйтіп айналып жатыр. Негізі айналмау керек. Енді мен бұл шестеренка Озонда сатылады екен. Заказ беріп қойдым. Ертең ары күні келеді деді. Келгесін осының орнына кигізіп, қайтадан орнына жинаймыз. Мынаны қайтадан клейлеу керек болады. Ол да басқа мәселе жоқ. Мынаның өзін сатып алатын болсаңыз, кәдімгідей ақша тұрады. Мына шестеренка маған 18 теңгеге түсті заказбенен. Үйге дейін әкеліп беруге. Қалғанын өздерің жасап алсаңыздар болады.